Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі қазақ тілі сабағынан өтетін Байқонысова Гүлмира Равилевна Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Шымкент көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы. Бүгінгі қазақ тілінен өтетін сабағымыздың тақырыбы таңғажайып сәулет өнері, киіз үй ғажап сәулет туындысы, таспен жазылған тарих, тілдік жүйе және норма, сөйлем және мәтін деңгейінде қойылатын тыныс белгілер үтір, сызықша, жақша, нүктелі үтір. Жоспарымыз: бірінші, таңғажайып сәулет өнері туралы түсінік беру; екінші, киіз үй ғажап сәулет туындысы жайлы мағлұмат беру; үшінші, таспен жазылған тарих жайында шолу жасау; төртінші, тілдік жүйе және норманы меңгерту; бесінші, сөйлем және мәтін деңгейінде қойылатын тыныс белгілер үтір, сызықша, жақша, нүктелі үтірдің қойылу себептерін түсіндіру. Мақсатымыз: білім алушылар таңғажайып сәулет өнері және киіз үй ғажап сәулет туындысы жайлы және де таспен жазылған тарих туралы мәліметтермен танысады. Екінші, тілдік жүйе және норма, сөйлем және мәтін деңгейінде қойылатын тыныс белгілер үтір, сызықша, жақша, нүктелі үтір туралы меңгереді, олардың қойылу себебін түсінеді. Мына сілтеме арқылы тақырыбымызға байланысты мәліметті көре аласыздар. Сабағымыздың бірінші бөліміне келетін болсақ, таңғажайып сәулет өнері туралы түсінік беремін. Сәулет құрылыс өнері, жобалау және құрылыс салу өнері. Архитектура сәулет өнері құрылысты жобалау, салу, оған көркемдік бейне беру өнері. Архитектура латынша архитектура, ал грекше архитектор, яғни құрылысшы деген мағынаны білдіреді. Архитектура туындылары адамның күнбе-күнгі тіршілік ортасын қалыптастырады. Олар әртүрлі қажеттіліктерді атқаруға арналған және адамның эстетикалық талғамына жауап бере алатындай болып салынған тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өнеркәсіптік кешендер. Сәулет өнері техниканың, ғылымның және өнердің тоғысқан жері. Адамзат баласы көне заманнан бастап құрылыспен айналысқан. Адамдар неолит кезінде үйді ағаштан, қамыстан, талдан және балшықтан салатын болған. Керемет сәулет өнерлеріне Ғизадағы пирамидаларды, құдайлар құрметіне Римнің дүрілдеп тұрған кезінде туған құрылыс пантеон, құдайлар құрметіне орналған ғимараттарды жатқызуға болады екен. Мінекей, Ғизадағы пирамидалар, пантеон құдайлар құрметіне орнатылған ғимарат. Сабағымыздың екінші бөліміне келетін болсақ, киіз үй ғажап сәулет туындысы жайлы мағлұмат беріп өтемін. Қазақстанның тұмса табиғаты саяхатшылардың елімізге деген толассыз қызығушылығының басты себебі. Әйтсе де осы ретте сәулет мұрамыздың алар орны ерекше, маңызы орасан зор. Мінекей сіздердің назарларыңызға киіз үйдің суретін көрсетіп отырмын. Жақсылап мұқият қарап алыңыздар. Көшпенділер сәулетінің жауһары. Сәулет ұлттық мәдениет жайлы сөзсіз сөйлеп, тілсіз баяндап бере алатын асыл қазына. Ал көшпенділер мәдениеті турасында ғасырдан ғасырға сыр шертіп келетін бірегей құрылыс киіз үй. Көшпенділер панасы өз бастауын біздің заманымызға дейінгі 12 ғасырдан алады. Шеңбер күмбезді қазақ киіз үйінің соңғы сипаты 19 ғасырдың басында толып қалыптасқан. Жылыстап жылдар өтсе де, қазақ тұрмысы танымастай өзгерсе де, киіз үй қазақстандық шаруа өмірінің таптырмас бөлігі, бұлжымас қажеттілігі болып қалыптасқан. Неге десеңіз, киіз үй дала жағдайында ең қолжетімді, оңай тасымалданып, жылдам құрылып жиылатын, ызғарлы жел мен нөсерлі жауыннан қорғай алатын жалғыз баспана. Бар артықшылығына лайықтап, көшпенділер сәулетінің жауһары деп аталған киіз үйдің құпиясы да осы көп қызметтілігінде болар. Сабағымыздың үшінші бөліміне келетін болсақ, таспен жазылған тарих жайында шолу жасап өтемін. Осыдан бірнеше мың жыл бұрын өмір сүрген адамдар өз үңгірлеріне өмірдің ең басы
аспектілерін таңбалап кеткен. Бұл ең бірінші өздерінен кейінгі ұрпақ үшін жасалған әдіс болып келеді. Біз осы деректерге қарап, бұрынғы адамдардың қалай өмір сүргендігін, немен айналысқандығын біле аламыз. Мұндай суреттер әлемнің түкпір-түкпірінде бар, тіпті Қазақ даласында да тұнып тұр. Соның бірнешеуі туралы сөз қозғап көрейік. Петроглифтер. Таңбалы тас Алматы қаласынан 70 шақырым жерде орналасқан Қопа бекетінің күншығысында Таңбалы тас деген жер бар. Арпа өзен таңбалы тастары қола дәуірінен сақталған ескерткіштер, жартасқа таңбаланған суреттер. Ары қарай Баян жүрек суреттері Алматы облысындағы Ақсу ауданының Қапал ауылынан шығысқа қарай 25 шақырым жерде Жетісу Алатау сілеміндегі Баян жүрек тауында сақталған жартастағы суреттер. Ақбауыр үңгірі қола дәуірінен сақталып келе жатқан ескерткіш. Және де айта кететін болсақ, Қапшағай таңбалы тасы Алматы қаласынан солтүстікке қарай 100 шақырым жердегі Іле арнасының жарқабағындағы суреттер мен жазулар. Қаратау шимайлы тастары Қаратау аймағындағы қола дәуірі мен орта ғасыр аралығындағы тастарға қашалып салынған суреттер. Қойбағыр таңбалы тасы оңтүстік Қаратаудағы тасқа қашалып салынған суреттер. Қойбағыр суреттері Шымкент облысындағы Созақ ауданы Сызған кеңшарының оңтүстік батыс жағында Қаратау сілемдерінде орналасқан. Сабағымыздың 4-ші бөліміне келетін болсақ, тілдік жүйе және норманы меңгерту. Тілдік жүйе табиғи тілдің ішкі заңына лайық, сөздік құрам мен грамматикалық құрылыстың тұрақты қарым-қатынасқа түскен элементтерінің бірлігі мен тұтастығы. Тіл белгілі бір жүйе ретінде өмір сүреді. Тілдік жүйе сөздердің әртүрлі өзгеріске түсу мен сөйлемде тіркесу заңдылықтарын анықтайды. Тіл сөздер мен сөз тіркестерінің белгілі бір заңдылыққа құрылған тұрақты жүйелерінің жиынтығы болып келеді. Тілдік жүйе дегеніміз, тілдік жүйе тұтас, бүтін, ал оның құрамындағы әр бөлік, яғни компонент, бүтіннің бөлшегі. Әр бөлік өз алдына оңашаланбайды. Жүйенің өзге бөлігіне қарама-қарсылықта түзіледі. Сондықтан да тілдік жүйенің әр бөлігі тілдік жүйе мәні, яғни қызметі тұрғысынан қарастырылады. Тіл таңбалар жүйесінің ерекше түрі болып саналады. Мысалы, бір сөйлемдегі сөздерді дауыс ырғағымен бөлу арқылы сөйлеуші хабарламаға қатынасын білдіріп отырады. Асан меркеге алмамен барды. Асан меркеге алмамен барады. Асан меркеге алмамен барады. Тілдік жүйе тілде жоқ болатын құбылысты да қабылдайды. Ал тілдік норма дегеніміз, тілдегі бірізділік, тіл материалдарын нормалау деген сөз, белгілі бір тәртіп заңдылыққа бағындыру. Тілдік норма тілдік ішкі заңды жүйелері негізінде дамып қалыптасады. Олар сұрыпталған, ұтымды орайында жалпыға бірдей ортақ түрінде жұмсалады. Ол тәртіпті орнататын әдеби тіл. Тілдің дыбыс жүйесі, сөз байлығы, сөз мағыналары, тілдің грамматикалық құрылысы бәрі қалыптасқан заңды ерекшеліктерге негізделеді. Сабағымыздың 5-ші бөліміне келетін болсақ, сөйлем және мәтін деңгейінде қойылатын тыныс белгілер, үтір, сызықша, жақша, нүктелі үтірдің қойылу себептерін түсіндіру. Тыныс белгілер немесе пунктуация тіл білімінде жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Үтір. Үтір сөйлемнің құрылысына, синтаксистік ерекшелігіне, мағынасына байланысты ең көп қолданылатын тыныс белгісі. Үтір құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдерді, оңашаланған мүшелерді, оқшау сөздерді, бірыңғай мүшелерді, төл сөзді және тағы басқа сөздерді айыра білу үшін қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің басында тұрса, үтір оның соңынан, ортасында тұрса екі жағынан, соңында тұрса одан бұрын қойылады. Мысалы, жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Сөз түзелді, тыңдаушы, сенде түзел. Сызықша. Сызықша жай және құрмалас сөйлемдерде қолданылады. Сызықша жиі қолданылатын тыныс белгілерінің бірі. Ол сөйлемнің синтаксистік ерекшелігіне де, бүкіл сөйлемнің және ол сөйлемдегі кейбір жеке сөздердің мағынасына,
интонациясына байланысты кейде сөйлемнің белгілі бір мүшесінің басқа мүшелерден бөлу ішінде оның сөйлемде ықшамдап, жинақтап айтумен байланысты зат есімінен болған бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылады. Мысалы, мұндағы 4-5 болжалды сан есім. Яғни балалар, дефис пен сызықшаның орын тәртібі бөлек, шатастырып алмаймыз. Жақша. Жақша жұптанып қолданылатын тыныс белгісі. Жақшаның дөңгелек, тік пішінді, сынық жақша деп аталатын бірнеше түрлері бар. Олар сөзге, сөз тіркесіне немесе сөйлемге қосымша мән мағына жүктеу, белгілі бір ойды анықтау, автордың ой пікірін, көзқарасын аңғарта түсу үшін қолданылады. Жақша ішіндегі сөздің немесе сөйлемнің, яғни ойдың басталған жерінен ашылып, ойдың аяқталған жерінен жабылады. Оның 4 түрі де ғылымның барлық саласында дерлік қолданыла береді. Нүктелі үтір. Нүктелі үтір жазуда пайдаланылатын тыныс белгілерінің бірі. Негізінен жай сөйлемдердің арасына қойылады. Бұл белгіні қоюда сөйлемнің құрылысы мен мағынасы негізге алынады. Нүктелі үтірдің сөйлемнің құрылысына қарай қойғанда, құрмаласқа енгені жай сөйлемдер баяндауыштарының тұлғалық жағынан және жасалу жолдар жағынан сәйкестілігі, бірыңғайлылығы, тепе-теңдігі, тиянақтылығы ескеріледі. Мысалы, шинель әрі тар, әрі ықшам. Астына салса, үстіне жетпейді. Үстіне жапса, астына салуға жетпейді. Басына жастануға қалмайды. Жатса, жамбасына салуға жетпейді. Жата қалса, жамбасына жер батады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша сіздерге бірнеше сұрақтар беремін. Таңғажайып сәулет өнер дегеніміз не? Киіз үйде не себепті ғажап сәулет туындысы дейміз? Таспен жазылған тарих деп нені айтамыз? Тілдік жүйе және норма туралы не білдіңіздер? Тыныс белгілерінің қандай түрлері бар? Атап кетсеңіздер болады. Ал ендеше білім алушылар, үйге тапсырма. Киіз үй ғажап сәулет туындысы тақырыбында есте жазып, кері байланысқа жібереміз. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.